Шансың болмаса өмір сүре алмайсың. Не ақша жоқ, не жұмыс жоқ. Шешем болса, елден жуып әйтеуір күн көріп жүр. Жыл оқып, дипломның да пайдасы жоқ. Жігіттер, әлде келсуге болады. Келсетін уақытың өтті. Поздно, өзіңнен көр. Бауырым, тірісің ба? Бауырым. Алло? Алло? Жедел жәрдем ба? Төменге барып анкета толтырыңыз. Не жазам? Кім бар? Орысша жазып болған ба? Қазақстанның ауруханасы емес пе? Имя. Жеңіс. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Ақшаны қайтаруға келбем. Жақсы болған екен.
Зачинламайсың ба, балам? Саламатсыз ба? Сіздің заказыңыз. Сәлем. Бірақ бұл көп қой. Ал. Рамта қосу. Жете ма? Рахмет. Иә. Сау болыңыз. Жеңіс, қалайсың? Рахмет. Шүкір. Өзің қалайсың, жақсысың ба? Жақсы, шүкір. Не істеп жүрсің? Не жаңалық болып отыр? Жаңалық демекші, мен тұрмысқа шығайын деп жатырмын. Келесі ай ұзатуым. Тойыма шақырам, келесің ғой, Иә. Барам ғой. Барам, я. Айтқандай. Саған. Бұл не үшін? Мен саған қайтармай қой деп едім ғой. Оның үстіне арада қаншама уақыт өтті. Ештеңе етпейді. Саған көп рахмет. Ақниет, жүр кешігеміз. Иә, қазір. Жақсы онда. Сау бол. Жақсы. Жеңіс, мынау сағат, дүние, машина сенікі емес қой. Сонда осының бәрін тегін байып кетем, еңбектенбей байып кетем деп ойлайсың ба? Мүмкін емес. Оның бәрін қайтару керек, Жеңіс. Қайтару керек. Басыңыз ауырып тұрған жоқ па? Маған не болған, дәрігер? Оқыс жағдай болды. Басыңызға тиген соққыдан ми бөліктері зақым алған. Соның салдарынан сізде ретроградта амнезия орын алды. Яғни басыңыздан соққы алып құлаған кезіңіздегі оқиғаның ешқайсысын есте сақтап қалмағансыз. Амнезия? Оған бас қатырмаңыз, сізге дәл қазір көбірек демалуға қажет. Ең бастысы бәрі жаймен өз орнына келеді. Капельницаңыз біткеннен соң, қабылдау бөлімнен заттарыңызды алып, үйіңізге қайта берсеңіз болады. Үйге барып көбірек тынығыңыз, жарай ма? Бәрі жақсы болады. Сәлеметсіз бе? Қайда барамыз? Үйге қарай бағыт құрайын ба? Иә. Үйге.
Әпше! Жинче, кім бар? Мен Тимурдың заттарын алып келіп ем. Кім бар? Асаев Тимур, қаладағы ең ірі есірткі саудалаушылардың бірі. Қол астында біраз адам жұмыс жасайды. Сол адамдармен осы қаланың әр бұрышында өз тауарларын сатуда. Ең қызығы, бұл Тимурдың артында үлкен бір адам тұр. Бірақ ол жайлы бізде ешқандай ақпарат жоқ. Түсінікті. Олай болса ең алдымен Тимурды қолға түсірейік. Ол Барига. Ол өз жұмысын өте мұқият, өте таза істейді. Сол үшін бізге нақты тауармен, нақты дәлелмен қолға түсіру керек. Бұл істі маған сеніп тапсырсаңыз болады. Сенде басқа таңдау жоқ. Тыныштық па бауырым? Тыныштық па бауырым? Кім анау? Кім анау? Қайтесің ол? Осы районда тұрасың ба өзің? Осы районда тұрасың ба өзің? Есімім Жеңіс болады. Есімім Жеңіс болады? Куга, қуаныш болады. Өзің осы районда тұрасың ба? Білмеймін мен. Білмеймін ме? Бәрі дұрыс па әйтеуір? Бәрі дұрыс па әйтеуір? Жақсы. Рахмет бауырым. Жақсы онда. Жақсы онда. Не бар өзі? Дым жоқ қой? Бай болған екен. Бара бер. Тірлік тындырған ба? Иә, тындырған, ойындамаңыз. Енді 4-ші районда біз сатамыз. Ертең тауар ямадан шығады. Тимурдың өзі қайда? Енді ол жағын білмедім аға. Ақша да, тауар да, Тимурда.
Ертең ол тауарды әкелмесе не сатасың? Ой аға, Тимурды ойындап тұрсыз ба? Егер келемесе кеп қалар? Болды аға, түсіндім. Ертең алып келем. Бара бер. Мен темек шеге алмайды екем. Онда үйде неге темек тұр? Көріппеш, білдей бір источниксің ғой. Мен бірдейші тек маяу сұрамын ғой. Тілін түсініп тұрсың ғой. Тегін істеп бер демеймін. Соғымыңды берейін. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Жаңа көршім қалайсың, амансың ба? Уағалейкум ассалам. Не болды, машина жөндеп жатсыңдар ма? Жоқ, холодильник қой. Машина көріп тұрсың ғой. Не болған бұған? В общем, сатып алған, оталмай қалған ғой. Аған күн, прикинь. Дука деген жігіт емес пе, жоқ. Түсінесің ба негізі? Қазір көрейік. Білетін сияқты ма? Не істеп жатырсың? Кәні көрші, оталдырып көрші. Болды ма? Е. О? Оталды ғой мұны? Осы еді ғой керек. Осы еді ғой. Рахметі. Несі кеткен ең бұны? Стартері ғой мынау. Сол кетіп қалған, ауыстыру керек. Сосын анау датчик ба, соны да ауыстыра салу керек. Датчик те кетіп қалыпты? Иә. В общем, машинаны ауыстыру керек қой саған. Қой, рахметі. Не де болса, механик екесіне таза. Қой, мен кеттім жігіттер. Болды, жолымнан қама. Жақсы, жауап беремін өзім, інім. Жаңа соғыммен қаламыз. Қойшы оңай. Қой. Красавчики. Көршім ғой оның. Қызық осы. Машинаның құралдары, машинаны жөндеу деген жақындартып тұрады екен. Жаным темірге жақында, значит. Бір жерде істейсің ба негізі механик бұл? Негізі еш жерде жұмыс істемеймін шамасы. Ну, машина түсінесің. Енді... Тоқта. Сен қа қолым бос па? Иә, боспын. Жүрс бір жерге барайық. Үйге кіріп шығайын мен онда. Давай, жүр. Көр, ванна түс, душқа түс. Қуаныш, мені ашты жібердің, не дей бересің? Бағынан бәрін білет. Реально ет тұрмын ғой мен сізге. Сен қызықсың.
Сода сен көршің бәрін жинап алуың керек осы жерге. Там бәрі емес, осы ғана ғой. Просто маған көмектесті да. Мен де көмектесейін деп бұға. Көмектесе бер, көмектессе менің не қатысым бар? Братан, бірінші сынақ көріш. Проверяй деген, братан. Қысқасы 20 мың теңге бер, алайық. 20 мың дегеніңіз. Мен мектепке алып кеп тұрған жоқпын ғой, прям бір ақша беретіндей. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Братан, машинаны қарап жүресіздер ма? Не қылды оған? Анау педальды басам ғой? Сезбейді. Қаттырек бассам мүлдем сезбейді. Болды, түсінікті ғой. Несі кеткен сонда? Педалін ауыстырып жіберсей. Педалін? Жоқ, педалін кеше жақында ғана ауыстырдым, братан. Қанша көресің бе? Мен білмеймін ғой, братан. Мен май ауыстырамын ғой тек қана. Че там, Тима? Бауырым педалдан емес қой бұл. Неден сонда, братан? Заслонкасы толып қалған ғой. Заслонка? Енді? Көріп жүрсей, Тима. Капотты ашсаңшы. Братан, айтып ашып жүрсең. Biraz kalmışsın. Жарты сағат уақыт алады аға. Күте аласыз ба? Бір күн уақыт алса да істеп берші, братан. Жарайды. Болды аға. Болды ма? Иә. Бәрін тазалап, майлап қойдым. Қоспын? Иә, сезіп тұр. Рахмет, брат. Қазір. Бола ма, брат? Болды. Рахмет. Жақсы онда. Жақсы. Мына. Молодец. Басеге, кассаға сап қоямын, кассаға сап қоямын. Ай, жігіт, жарадың ей. Сен өзің бір механик екенсің ғой таза. Братан, айттым ғой мен сізге. Мен онша-мұнша адам әкемеймін ғой. Білесіз ғой. Жұмысқа қабылданды. Қош. Рахмет, басеге сеніміңізге. Құтты болсын, жеңіс. Дос, молодец. Ана шаруаларды бітіріп тастайық. Бүгінгі единственный бірінші жұмыс осы болды. Болды, братан. Сауыннан не аламыз? Иә. Есімнен айырылсам да, қабілетімнен айырылмаған сияқтымын ғой. Мынау кім болды? Әлде қол астындағы біреу болды ма? Бүгін не істейміз? От души бір қыдыру керек болды. Кеттік. Мен сені қолға түсірем, күте тұр. Не істеуге болады? Бұл қайсыста? Аға, кешіріңізші. Ту, мен әдейі жасаған жоқпын. Өзім көлікті енді ғана айдап үйреніп жүрген едім. Ешсе кетпейді? Өзіңізде бәрі жақсы ма? Еш жеріңіз ауырып тұрған жоқ па? Иә, бәрі жақсы. Ер жігіттің басына не келіп, не кетпейді? Ту, көлігіңізді сырып алдым ау. Кешіріңізші. Көлік бәрібір менікі емес.
Одан да былай жасайық. Мен сізге өзімнің номерімді берейін. Қалған барлығын өзім жөндеп беремін, не? Номер дейсіз ба? Жоқ, көлігімді мен өзім жөндетем, жарай ма? Сіз жай ғана кешке менімен кездессеңіз болды. Оны ойланып көрейік. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Давай, ойнашы, соңғы минут қой, давай. Бір гол, ойнашы, давай, Барса, давай, Барса. Айтпақшы Қуаныш, саған рахмет. Давай, ойнашы. Бір гол, ё-моё. Давай. Тепші. Бір гол. Сен моторды тастай бересің бе, не жеңіз? Білмеймін, қолдарым ғой жасап жатқан. Қолдар? Сен қолың бір нәрсе істейтін сияқты ғой, ә? Мүмкін моторист болып істеген шығармын. Пенальти, судья! Пенальти! Жеңіз, 2000 теңге бар ма? Енді ғана кірдім ғой жұмысқа. Дым жоқ қой сенде. Қуаныш машина келді, майын ауыстыр. Сәке, біте салсын бір матч. Маңызды ойын болып отырған еді. Сен есің дұрыс па, жұмыстан маңызды не болу керек осы саған? Сәке, біте салсын, 5 минут қалды ғой. Бір гол жаса болды, Сәке, бір гол. Көтірші, Сәке. Сен бар ғой, мен барсам бола ма? Май ауыстыра аласың ба? Бір көрсетсеңіз, істей береміз ғой. Адамның істеген адам істейді. Мұнадан қайран жоқ. Жүрші кет. Хорош. Берсей. Кім? Рұқсат па? Кір. Тимурдың ізіне түсе алмадым. Алайда қол астындағы бір адамды таптым. Тым болмаса бір нәтиже бар. Былай түріне қарасаң, ешқандай да есірткі сататын адамға ұқсамайды. Есіңде болсын. Есірткі сататын адамға еш уақыт ұқсамайды. Маған сен. Біз онымен бүгін кездесеміз деп келістік. Сол кезде оны қолға түсірейік. Ары қарай өз ақ бәрін мойындап береді. Тоқтай тұр. Қайда асығасың? Сен мына түріңмен ешқандай нәтижеге қол жеткізбейсің. Сен жолғатын жігіт шахматтағы пешка. Бізге оны ұстағанда ешқандай пайда жоқ. Сен онымен жақсы қарым-қатынас құрып ал. Ал біз сол бала арқылы соң жоғардағыларына жетеміз. Сенімдісіз бе? Әрине. Досыңды жақын ұста, жауыңды одан да жақын ұста деген. Понятно? Нағашеге, не істеп? Осы сендер нағашеге дегендерінен қорқан бар ғой? Не үшін қорқасыз? Қорқатын тігінде жоқ қой. Ауыр ай чөтке өп тұр, Керемет. Нағашеге? Нағаша? Не? Ақшама тағы? Қуаныш,
мен саған бұл айдың айлығын алдын ала беріп қойғам. Енді үйге ана памперс аламын алу керек еді да нағашыға. Хотя бүгінгі ақшаны берсеңші. Қандай бүгінгі ақша? Сен бүгін жұмыс істедің бе не? А? Жаттың ғана телефоныңды шұқылап, ойнап. Жеңіске рахмет айт. Ол болмағанда қазір отыратын ек, түгіміз болмай. Енді үйде ана балашаға келініңіз. Балашаға келінді бүйірге тықпыштама. Сен мен осы жиенім болмағанда бар ғой, давно жұмыстан шығар жіберетінем. Міндетсіне береді дұрыс деп ше. Бастық екенмін деп бар ғой. Құш. Бір адам соп сұраған ем ақша. Нағашы ғой деп. Ассалаумалейкум аға. Уағалейкум. Машинаны қарап жүресіз бе? Жеңіс. Жеңіс. Ау. Қарап берші машинаны. Ренжімеш, мен кассаправқа бару керек екен ғой. Кет қалды ма не? Кассаправ керек дейді. Байдың балдар әкесінің машинасын мініп алып ұрып соғып жүреді өйстіп. Танысың ба? Жоқ. Жарайды енді, жұмысқа кіріс. Бүгінгіз қалай екен аға? Керемет. Тимурдан хабар болса, одан да керемет болар еді. Енді аға іздеп жатырмын, барынша іздеп жатырмын. Үйіне барсам есігі жабық, телефон соқсам, телефон өшік тұр. Ол не? Ақша мен тауарды алып қашып кеткеннен соң ма? Сіздің қол астыңызда 10 жыл бойы жұмыс істеп, олай жасай қоймас. Әңгіме бұлай. Бүгіннен бастап қаланың бүкіл райондарына тауарды біз сатамыз. Бүгіннен бастап тауардың бағасын 2 есеге көтересіңдер. Қымбат болып кетпей ме аға? Онсыз да ескі бағасына әрең алып жүр. Ол маған қызық емес. Керек десе бүйректерін сатсын. Жарайды. Түсінмедім. Екеуің неғып тұрсыңдар уақыт жоғалтып? Жақсы. Қош келдіңіз. Мынау сізге. Керемет болып тұрсыз. Рахмет. Отырыңыз, келіңіз. Айтқандай, есіміңізді сұрауды ұмытып кеттім. Есімім Айыржан болады. Өте керемет есім. Рахмет. Ал сіздің кіші? Менің есімім Тимур. Сізде бәрі дұрыс ба? Тимур дейсіз бе? Иә.
Жақсы есім екен. Жалпы немен айналысасыз? Әртүрлі жұмыс ғой енді. Ал егер құпия болмаса? Құпия болмаса, тендер ғой. Тендер менің жұмысым, иә. Жақсы екен. Ал сіз ше? Мен бе? Мен қарапайым мұғаліммін ғой. Жақсы мұғалім шығарсыз, иә? Ұстаз болу қиын. Жоға, оны несін айтасыз? Одан да өзіңіздің жұмысыңыз жайлы айтсаңызшы. Оны кешкі ас үстінде әңгімелесейік. Жарайды. Даяша? Менің өміріме араласпа! Араласпа менің өміріме! Қуаныш, қош енді! Араласпа менің өміріме, бұл менің өмірім! Балаларды ойлашы, Мен саған қанша айттым, Кел! Аш есікті! Қуаныш, қош енді! Не болды саған? Мен саған көрсетем. Қуаныш! Тоқта, Қош енді! Қуаныш! Мен баламның әкесіз өскенін қаламаймын. Пәленің бәрі соның кесірі. Есірткінің кесірі. Балам екеуміз аш отырамыз. Бар ақшасына соны сатып алады. Бақытымызды. Берекемізді ұрлаған сол бәле. Қуаныш, сендей әкенің барынан жоғы. Болды, сұламаңыз. Бәрі жақсы болады. Менің жұмысымда да қиындықтар көп. Түрлі адамдармен жұмыс жасаймыз. Негізі бұл жайлы көп айта бермеймін. Бұл ақпарат жеткіліксіз. Онсыз да оның жұмыс жайлы білеміз. Маған нақты дәлел керек. Бір сағат бойы оның қасында отырғанда бар жинаған ақпаратын осы ғана ма? Енді бірінші кездесуден ақ тек жұмыс жайында ғана сұрай берсем күмәнді болып қалам ғой. Онда екінші рет кездес. Маған нәтиже керек. Бізге керек ақпаратқа қол жетпейінше кездесе бер. Ол жігіттің мен ұнатып қалғаны анық. Сондықтан маған оның сеніміне кіру қиындыққа соға қоймас. Ендеше сәттілік. Не var өзі?
Сонда Тимур Бариға болған ма? Сіздің жұмысыңыз соншалықты құпия болды ма? Менің ба? Менің жұмысым сізге өте қатты маңызды болды. Екі сұрағыңыздың бірі менің жұмысым жайлы. Қазір қоғамда ешқандай да жұмыс жасамай өмірге шағымданып жүрген адамдар көп қой. Ал мен ондай адамдарды байлық пен жетістікке еш еңбектенбей жеткісі келеді деп ойлаймын. Ал олардың ешқандай мақсаттары жоқ сияқты. Иә, олардың ешқандай мақсаты жоқ. Сіз дұрыс айтасыз. Ал сіздің өмірдегі мақсатыңыз қандай? Менің өмірдегі мақсатым, оны бірінші... Ал мен өзіңіз... Не дейсің? Қатын миды ашта бермеш сені. Мен не әдейі істеп жүрмін ба бәрін? Шықпай атыр ғой, тіккен стак, шықпай атыр ғой, қадалып қауатырмын ғой, Қатын, тыңдаш. Тыңдасай сен мені. Ажырасам? Короче, ажырасасың ба, пажырасасың ба, заттарын жинады, құрысай, мен де ажырасам сен. Мен де жігіт таппайсың бәрі, по-любому. Любой еркек тігеді, любой еркек стак ойнайды. Сен тыңдасай, любой еркек ойнайды деймін стак. Үш олар миллионда ойнайды. Мен кейін темен ғой қайда? Ажырасасың ба, құры. Жоғал, заттарын жинады, жоқ болып кетсей. Құры! Жоғал! Құры! Роналду olsun. Бәріне кінәлі, Роналду. Кім дейсің? Роналду кінәлі. Пенальти берген ғой, самайды да пенальтиді бар ғой. Саса болды, үйге продуктын үйіп апаратын енді, қатының аузын бір айға жауып қой көрген. Әші пенальтігі тептіңіз саласын ғой, ой. Саған айтатын уже сөзім де жоқ. Айтатын боғауызым да жоқ. Сен не істемеңдерді қазір таптардай қыл босындай. Тай қалып сабайын ба? Мен не үшін сабайсың? Ана Роналдуды сабасаң, сабасаң. Соғы пенальти саламаған. Ана, тұр. Бол. Тұр жұмыс істе. Мына болтты қайда бұраймыз? 2000 теңге бар ма? Әбет шекті ба сізге? Әбетке, да? Қатырғын. Жоқ, босат. Ойлаймыз, маған қатырсың, мен. Болт, қатырдым. Менің баламның өзі өскенмен жауапкершілік өспей қалған ғой. Мен оны қатарынан қалмасын деп оқыттым, шоқыттым, әкесінің жоқтығын білдіртпедім. Ол болса... Қуаныш! Есіңді жи! Қуаныш! Қуаныш! Ақмақ! Өлуге шақ қалғаныңды білесің бі? Мен болмағанда... Досым.
өзімді жетісіп жүрген жоқпын досым. Баланы алып қадым деді. Мұна бәлеңді тоқтатпасаң, бұдан да зорын көресің. Жақсы. Ассалаумағалейкум. Қайсың болған? Шеф ашуланып жатыр. Кімге, Тимурға ма? Бүгін жердің астына кіріп кетсе де, анау квартирасын есігін бұзып босын алдына әкеліп отыр. Мен машинада болам. Такси. 10. микрорайон. Жастар-ай, күштерін төбелеске бөлгенше, оқу білімге бөлсеші. Қайтеді бұна балам. Жігіттер, әлі де келсуге болады. Келсетін уақытың өтті. Поздно, өзіңе көр. Ордабасы футбол клубы өз алаңында Қайрат клубымен ойнап, 2-0 есебімен жеңіске жетті. Бүгіннен бастап осы жерге сатасыңдар. Сен түсіңе братан. Өткен аптада бұл жерде бір адам қайтыс болған. Передозировкадан. Маған қызық емес. Сат деген соң сатсаңдаршы болды. Мынау 2 күннің пайдасы. Тағы да бір тірлік бар. Қалада біздің тауар сатылмаған бір район қалып тұр. Соның мәселесін шешу керек. Ол район біздікі деп есептей берсең болады. Бауырым, бәрі дұрыс па? Өзің айтқан мекен жайға жеттік. Жоқ, көке. Басқа жерге барамыз. Жүре берейін бе? Жүре беріңіз. Иә, қандай маңызды нәрсе айтқың келді? Үйге жүр, бәрін түсіндірем. Айжын, мен саған бар шындықты айтуым керек. Мына машина, андағы үй. Тимур? Тимур! Есуасов! Не істегенді бәсін ба? Тимур! Мен әдей жасағам жоқ, Тимур! Жеңіс, шыныңды айтшы. Осының бәрін не үшін істедің? Жеңіс? Сенің есімің Жеңіс ба? Айжын, мен бәрін түсіндірем. Түсіндір? Түсіндір. Тимур, сен білесің ба, мен сенің өмірін құтқарып қалмағанда не болатын? Не болады екен ал? Сен сонда жасаған жақсылықтарыңды міндетсініп тұрсың ба? Сенші? Сен есірткі саттың. Сен қаншама жастардың өміріне балта шаптың. Қаншама отбасын ойран еттің.
Тимур, сен адамдарға у тараттың. Қажет десең, мына үйіңде, машинаңда бүкіл дүние мүлкің, ол сенікі емес. Сол адамдардың қаны мен көз жасымен келген. Ал сенші? Сен нағыз өтірікшісің. Айжан, тыңдашы. Мен бәрін түсіндірем. Отыршы. Мен ес білгелі кедейліктен көз ашпадым. Тіпті баюға да әрекет жасаған жоқпын. Күнделікті өмірім күнкөріспен ғана өтті. Анам байғұс еден жуушы болып мені оқытты, тоқытты. Бірақ мен анамның сенімін ақтамадым. Құдайдың құтты күні өмірге шағымданумен болдым. Бірақ одан түк шыққан жоқ. Күнім осылай өте берді. Бірақ Аяжан, сені кездестірген сәттен бастап менің қараңғы өміріме жарық сәуле болып келдің. Бірақ Аяжан, өтінем, маған бір ғана мүмкіндік берші. Мен өмірімді жақсы өзгертем. Отыра беріңдер. О, салам алейкум, братан. Уағалейкум ассалам. Тыныштық па? Тыныш болғанда жоқ болып кеттің ғой, братан. Арлан сені уайымдап іздеп жатыр. Сонымен? Ақшамен тауарға кеп тұрмын. Тауар? Бара бер, өзім апарам. Бірақ, братан. Бара бер дедім ғой, өзім апарып берем. Жарайды, главное әкеп салсаңыз болды. Міне кілтің. Пәтеріңе кішкентай өзгерістер енгізіп қойдым. Өзгерістер артық етпейді. Жоғарғы білімің бар екен. Бұның не пайдасы бар? Егерде танысым болмаса. Таныс? Иә. Себебі таныс еш жаққа кіре алмайсың. Оның үстіне мамандық бойынша жұмыста жоқ. Ал сен іздеп көрдің ба? Қазіргі заманда таныс емес, талап керек. Жарайды, үйіңе еге бол. Бұлай жүре бермей, мамандығың бойынша жұмысқа кіріп ал. Мен кеттім қуанышқа. Студент кезімнен бастап машина жөндедім. Бір шама автосервистерде жасадым. Бұлайша айтқанда, жақсы табыс таптым. Тапқанымды қайтейін. Бәрі текке шашылды. Құмар ойынға кіріп кеттім. Сосын арам жолмен ақша табуға тура келді.
Сөйтіп, отбасы да құра алмадым. Ал сен маған қарағанда өте байсың. Отбасың бар. Алла тағала ер адам қып жаратқандықтан отбасыңа ие бол. Менің жасаған қателіктерім саған сабақ болсын, бауырым. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Шеф өзінде ма? Я, өзінде. Жарайды, жұмыстарыңа сәттілік. Теміржан, қайда жоғалып кеттің? Біз сені ойлап қатты уайымдатып қой. Арлан, көріп тұрсың. Мен тірімін. Бірақ жұмыстармен байланысқа шыға алмай қалдым. Қысқасы, мен көп ойландым. Мен бұл жұмыстан шығам. Теміржан, сен асықпа. Әлі де ойлан. Сабырға кел. Оның үстіне сен ешқашанда бұл жұмыстан шыға алмайсың. Иә, білем. Сондықтан біз бәріміз бұл жұмыстан шығамыз. Қозғалмаңдар. Жымдама. Бұл ұлттық қауіпсіздік комитеті. Қозғалмаңдар. Көтер қолыңды. Қаруыңды түсір. Әкел қаруыңды. Қараңдар кімнің тұрғаны. Сатқын. Бізді сатып еркіндікте тайраңдап жүрем деп ойладың ба? Біз жасаған сен де жасадың. Бұл болықта бәріміз бармыз. Сөзді тұлға. Солға. Кет. Иә, осы уақытқа дейін қаншама адамның өмірін тасталқан етіп, жейтін нанымды адалынан таппадым. Өкінішті. Ал қуаныш, мойнына артылған жауапкершілікті сезініп, отбасына көңіл бөле бастады. Шамасы қуаныш, отбасы деген ұғымды қымбат байлық екенін енді түсінсе керек. Баласы үшін қаншама бейнет көрген жеңістің анасы енді сол бейнетінің зейнетін көруде. Жеңіске келсек, сүйіктісі Аяжанмен бірге бір салада қызмет етуде. Бақыт кілтінің дұрыс өмір сүру қағидасына дәл түсуі де біздің адами құндылықтарға толы жетістігіміз. Алайда біз мына нәрсені естен шығармауымыз керек. Бұл жалғанда ешқандай жақсылық сауапсыз, ешқандай жамандық жазасыз қалмайды.